Құрметті студенттер, отырыңыздар. Сабақтың бастамас бұрын алдымен төмен деп алайық. Сіздерді сабақта Абзал бар, Әміржан бар, Дулат бар, Расул жоқ, Жалғас Марлан Мади бар, Шыңғысхан Ислам Арман Алимжан Аслан Айдос Мирас бар. Ал құрметті студенттер, бүгінгі жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын біз алдыңғы өткен сабағымызға шолу жасайық. Алдыңғы өткен тақырыпта біз кабельдердің түрлері туралы өткен болатынбыз. Естеріңізде ма? Сол тақырып бойынша сіздердің қаншалықты түсінгендеріңізді мен бақылап, сіздерге тест сұрақтарын телефондарыңызға ссылка арқылы жіберіп қойдым. Сол ссылкадан өтіп, тест сұрақтарына жауап бересіздер. Кімнің қанша сұрақ жауап бергенін сабақтың соңында бүгінгі өткен жаңа тақырып бойынша бақылап бағаларыңызды қоямын. Түсінікті ғой? Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз өздеріңіз көріп тұрғандай слайдта көрсетіліп тұр. Биполярлы транзистордағы күшейткіш каскад. Бұл тақырып сіздерге таныс, иә? Біз алдыңғы сабақта бұны теория жүзінде өткен болатынбыз. Енді жалпы сабағымыздың мақсаты биполярлы транзистордағы күшейткіш каскадтың жұмыс принципін, элементтерін және схемада қолдануын түсіндіру. Міндеттері: транзистордың жұмыс режимдерін анықтау. Күтілетін нәтижеміз студенттердің күшейткіш каскадтың жұмыс істеу логикасы мен есептеу формулаларын меңгеру және транзистордың күшейткіш схемасының қалай жұмыс жасайтынын білу керек. Түсінікті ғой, иә? Енді жалпы биполярлы транзистордың құрылымы қарап тұрсаңыздар 3 элементтен тұрады. База, коллектор, эмиттер. База дегеніміз транзистордың орталық аймағын коллектор мен эмиттердің арасындағы тоқ айнымалы күшін атаймыз. Коллектор эмиттердің келетін зарядтың тасымалдаушы жиынтық күшін атаймыз. Эмиттер дегеніміз заряд тасымалдаушы базаға жіберетін аймақтық күш тоқтарын анықтаймыз. Негізгі күшейткіш каскадтың принциптері 4 спектрға бөлінеді. Күшейткіш каскадтың негізгі мақсаты кіріс сигналдарын аз мөлшерде үлкен өзгерістерге айналдыру болып табылады. Бұл транзистордың активті жұмыс жасауымен өлшенетін процесс. Жаңа айтып кеткенімдей 4 спектрға бөлінеді. Біріншісі кіріс сигналы, екіншісі база тотығу процесі, үшіншісі коллектор тобының өзгерістері, төртіншісі күшейтілген шығыс сигналы болып көрінеді. Каскадтың режимдері 3 режимға бөлінеді: кесу режимі, қаңғыру режимі және актив режимі. Жұмыс режимдері негізгі 3 топқа бөлінеді: кесу режимі, қаңғыру режимі және активті режим. Енді тапсырмамызға көше кетсек, бірінші тапсырмамыз: каскад Б аппараты мен секіргіш сым жалғау сымы арқылы жарықтарды жағуымыз керек. Ол үшін сіздерге бірінші каскадтың құрылымын таныстырып кетейін. Алдарыңызда тұрған каскад құрылғысы сымдары. Осы сымдарды жалғау арқылы сіздер 3 жарықшаны қосып, яғни 3 жарықшаны жұмыс жасауы керек. Енді осы жұмысты сіздер бастамас бұрын сіздерге алдарыңызға инструкционный карта беріледі. Сіздерге таныс, осы инструкционный картаның ішінде сіздерден орындалатын тапсырмалардың әрқайсысы жеке-жеке тапсырма бойынша жазылған болатын. Осы тапсырманы осыған қарап орындайсыздар. Соны карталарыңызбен танысып болсаңыздар, тапсырмамызға көше кетейік. Әр тапсырмаға 20 минуттан уақыт беріледі. Содан кейін ескере кететін жай, инструкционный картаның ең соңғы бетінде сіздерге өзін-өзі бағалап қарауға бар. Білесіздер ғой, әр студент жасаған жұмыстарыңды бағалайсыздар.
секіргіш сымдар арқылы моторчикті жалғауыңыз керек болады. Бұл тапсырмаға да 20 минут уақыт беріледі. Жұмыстарыңызды бастаңыздар. Жарайсыздар, өте жақсы жұмыс көрсетіп жатырсыздар. Енді бізде үшінші тапсырмамыз бар. Бірақ үшінші тапсырманы бастамас бұрын бізде сергіту сәті бар. Сол себепті сіздердің кішкене көңілдеріңізді көтеріп, сергіту сәтін жүргізсек. Соңғы тапсырмамыз, үшінші тапсырмамызға көшсек, каскад бор аппаратына секіргіш сымдар арқылы магнитті жалғауымыз керек. Бұл тапсырмаға да 20 минут уақыт беріледі. Сіздерге жұмыстарыңызды бастаңыздар. Жарайсыздар, үш тапсырманы да нәтижелі аяқтадыңыздар. Енді сіздермен кері байланыс алсам. Кері байланыс, яғни бүгінгі сабақтан түсінгендеріңіз жайды өз ойларыңызды жеткізсеңіздер. Бөліссеңіздер, сабақтың нәтижесін аяқтасақ, кім айтады өз ойларыңызбен? Айдос айта ғой. Ал енді өз ойларыңызбен бөліссеңіздер, жұмысымыздың нәтижесін шығарсақ, кім бастайды? Ұлдар? Айдос бастай ғой. Біз бүгін каскад бор құрылғысымен 3 тапсырма жасап үйрендік. Ішіндегі мына лампочка жолу, жарық шамдарын жолу. Сымдарды жалғау арқылы жарық шамдарын жағып үйрендіңіз, иә? Рахмет, отырыңыз. Келесі сұрағы, Айдостан басқа кім сөйлегісі келеді, ұлдар? Сен айта ғой. Келесі сұрағы, өз ойларыңызбен бөліссіз келеді. Келесі, кім өз ойымен бөліссіз келеді, ұлдар? Аслан, сен айта ғой.
сабақта каскад Б аппараты мен секіргіш сымдар арқылы моторчиканы айналдыруды үйрендік. Жақсы, рахмет. Камераға не қылып қарадың деген сұрақ. Практика ретінде бар ма тағараларыңызда? Қолдар. Аслан айта ғой. Біз бүгін каскад Б аппараты мен секіргіш сымдар арқылы моторчик айналдыруды үйрендік. Жақсы, рахмет, отыра ғой. Тағы қолдар. Араларыңызда. Абзал, сен айта қойшы. Біз бүгін осы каскад Б аппаратымен секіргіш сымдар арқылы магнитті қосуды үйрендік. Магнитті жалғауды үйрендіңіздер. Рахмет, отыра ғой. Ал енді құрметті студенттер, бүгінгі сабағымызды аяқтасақ, 3 тапсырмамызды орындадық. Жарайсыздар, барлықтарыңызға рахмет. Сабаққа белсенді қатыстыңыздар, тапсырманы орындадыңыздар. Енді алдыларыңызға берілген бағалау парақтарыңызға қарап, үй тапсырмасының бағасын қосып, бүгінгі сабақтың қорытындысын потом сызға шығаратын боламын. Ал енді сабағымызды аяқтамас бұрын сіздерге үй тапсырмасын беріп кетсем, үй тапсырмасын сіздерге ссылкасын жіберемін. Сол ссылкаға кіріп, тапсырманы орындап, маған кері байланыс жасайсыздар. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар. Сау болыңыз.